Саламатсыздар ма? Бүгін біз Delphi'да бағдарлама жазу сабағының ең біріншісін бастап жатырмыз. Яғни бүгінгі бірінші сабақта біз алдымен Delphi жұмысы ортасымен және алғашқы экранға шығару бағдарламасымен және тағы да басқа компоненттермен танысамыз. Ең бірінші бізге жұмыс ортасы керек. Ол үшін бізге Delphi қайда кетіп қалды? Delphi XE 2010 керек. Яғни download деп жазамыз. Және интернеттен бұны тауып алу оңай. Менде бұл бар, бірақ қашан алған білмеймін. Ол сайт қазір жоқта шығар. Мүмкін сайт бар, бірақ бұл файл жоқ шығар. Мейлі, не болса да интернеттен алуға болады. Егер таппасаңыздар, мен іздеп көрермін уақытым болса. Мен оны алып және установить етіп қойдым, яғни орнатып қойдым. Қазір яғни мынау Delphi жұмысы ортасы. Бұл жерде қалай айтсам, в общем, бәрі бар программа жазуға. Енді қазір біз өзіміздің проектімізді жасап және алғашқы командалармен танысайық. Бұның негізгі тілі Object Pascal. Яғни Delphi тілі деп айтылмайды. Яғни біз file new және VCL Forms Application C++ Builder емес, соның астына тұрған Delphi деп қойған. Осы Delphi'да жазамыз бүгін. Яғни VCL Forms Application Delphi'да басамыз. Яғни C++ Builder'ге кірмеңіздер. Өйткені ол басқа нәрсе, басқа тіл. Яғни басамыз, бізде мындай форма ашылады. Осындай форма ашылады. Яғни бұлай қарап тұрсаңыздар, бұл өте таныс нәрсе. Қазір біз бұны запускқа жіберетін болсақ, онда бізде экранда осы дайын окно шығады. Яғни бұл біздің ең бірінші программамыз жұмыс істеп тұрған. Яғни мына жерде мынау окно, яғни frame, яғни form. Мына форманың иконкасы, форманың аты және форманың іші. Экстра басыламыз. Енді қарапайым ең бірінші мына жақта бізде объекттер бар. Яғни объект дегеніміз бізге керекті нәрселер. Яғни бізде кнопка бар, бізде ішіне жазатын бар, бізде тағы лейбл, яғни сөздер бар, тексттер бар. Яғни бірінші Hello World шығарып көрейік, мысалы. Лейблді аламыз, экранға бастаймыз. Және бұл объект, және объекттің қасиеттері мына бетте. Осы бетте орналасқан. Және осы жерден біз оның көлемін, түсін, түрін өзгерте береміз. Яғни қазір бізде бұның фонт size 8-де тұр, біз 20-ға қойық. Label. Енді бұл объект болғанмен бұның аты бар. Яғни аты болғанда айнымалының аты, яғни бұл да бір айнымалы ретінде, және бұның аты бар.
яғни оның аты name деп тұрады. Яғни name арқылы біз оған хабарласа аламыз. Яғни label бір болып тұр ма? Мақұл, label бір болып тұра берсін. Және caption. Яғни бұның түрі. Яғни name бұның аты болса, form, caption бұның түрі. Яғни мысалы hello world деп жазатын болсақ, ой, формаға жазып жіберіппін ғой. Міне мына жақта өзгеріп кетті. Яғни мынаның caption'ына жазатын болсақ, hello world деп бізде экранда мынау пайда болады. Енді бұны запуск жасайық. Міне осылай біздің бірінші hello world'ымыз экранға шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабаққа осы. Келесі сабақта кездескенше жақсы.